Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі жұмысымыз біздің манты жасау осы. Сонымен балаларды ойнатып, уақыт өткізетін боламын. Мантының рецепті сол белгілі, жұмыртқаға ұнды араластырып илейміз. Ал ішіне начинкасына келетін болсақ, картошка, пияз, асқабақ, фаршпен тұрады. Ал тамағымыз дайын болғанша өзіміз отырып бір әңгіме айтып тастайық. Менің YouTube каналым енді тай басып келе жатқан бала секілді деп қояйын, қуанып. Оқырмандарым 100-ден асып, сағатым да көбейіп жатыр. Осы тамашалап қарап жүрген баршаңызға рахмет. Аллах бұйыртса, бір армандарымды бөлісіп кетейін осы жерде сіздермен. Мотивация болсын, әрі өзіме ертең қарап отырған кезде, осы оқырмандарым санын 1000-ға толтырған кезде iPhone аламын деп бел байлап отырмын. Мына бір асқабақты кесіп, найсер-дайсерімізге салып тұрады. Осы найсер-дайсер кәдімгідей уақытыңды эконом жасайды ғой. Тез турап тастайсың, жақсы. Айтқандай, мына турап жатқаны тоңмай болатын. Өзімше мына жерде кесіп ана видеода көргенімдегідей ойлағам ғой, өріп жасаймын деп. Сөйтем оның жұмысы көп екен, сонымен құрсыншы деп жайып кәдімгідей. Қой Гүлжан, бұны болмайды деп, старый способ лучше дедім де, жайып тастап, өріп, пісіріп тастаған соң ғой уже тамақты. Мына жерде балауса мама менің бисерден жасалған жүзіктеріме обзор жасасай деп көрсетіп жатқан ғой. Сонымен жарайды деп оны түсіріп, мұнда папасы ойнатып отыр екен. Ой, сендер күшті ойнатып отыр екенсіңдер ғой, келіңдер сендерді видеоға түсіріп алайын ютубқа деп. Штативімді әкеліп қойған бетім осы еді. Папасы ой құрсын, ютубың бар болсын сенің деп 180 скоростьпен далаға ұшып шығып кетті ғой. Ялам мен түсірме мені деп. Несі ят, мен каналыма пайдаң тигізбейсің ба қайта деп мен қалдым шырпыр етіп. Папасы өз бетіме ойнап отырған ба, білмеймін, бала шағасы бәрібір қалып ойнап жатыр ғой. Сонымен қой жарайды, өзім ойнатайын деп өзім келдім. Ойыншықты сатып аламыз, бір қалай ойнау керек екенін білмейді ма, осы бала шаға бар ғой. Өзің отыра қалып көрсетіп ойнасаң, бұлар да күшті ойнап кетеді ше. Өзің көрсетпесең, сол шашылған бет шашылып жатады, қалай ойнау керек екенін түсінбейді ғой деймін әлі. Или кішкентай ма біздікілер. Мантымызды жеп алып, барын жиып теріп жатырмыз. Командный работа болады ғой бізде. Мына кішкентай қыз ыдыс жудырып жатыр демеңіз. Өз кейде желаниясы ашылып кетеді, әкеш мама жуайын деп жуғысы келіп. Сондай кезде болмаса былай жумайды негізі. Айшуақ орындықтарды кіргізіп жинап кетті. Мына жақта Ақберен Айтөреге қарап жатыр. Командный работа болып отыр әйтеуір. Кейде бәріміз жабылып кетеміз, кейде бір өзім қаламын. Өйстіп жыбырлап жүргенімізде видеоның соңына да келіп қалдық. Барлықтарыңызға рахмет. Комментарий жазып, лайк басып, подписка жасаңыздар обязательно.